Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге атақты түрктің тәттісі шекерпаренің рецептісімен бөлісемін. Алдымен шарбаттан бастаймыз. 2,5 стакан су және 2 стакан қантымызды отқа қойып, 10 минут қайнатамыз. Бір мандариннің суын құямыз. Қайнағаннан кейін жарты лимон шырын сығамыз және тағы да бір қайнатып, шарбатымызды суытып қоямыз. Бізге 125 грамм сармай, 5 ас қасық сұйық май, жарты стакан сахарный пудра, 2 жұмыртқа, жарты стакан ұнтақ жармасы, 1 ванилин және де жарты пакет разрыхлитель. Маргариніміз жұмсақ, үй температурасында болу керек. Бұл десертті түріктер ерекше күндерде, мейрамдарда, тойларда жасайды. Сіздер де жасап көріңіздер, жасалуы оңай. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 20 минуттай демалдырып қоямыз. Дайын болғаннан кейін формамызды аздап майлап, үстіне шекерпарелерімізді тізіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық какао және 1 ас қасық сүтті араластырып, осы шекерпарелеріміздің үстіне жағып шығамыз. Алдын ала пешімізді ысытып қоямыз. Пештен шыға сала, алдын ала суытып қойған шарбатымызды осы шекерпарелеріміздің үстіне бір келтіретіп құйып шығамыз. Шекерпарелеріміз ыстық, ал шарбат салқын болу керек. 2 сағатқа дейін қойып қоямыз, жақсылап пісуі керек. Міне дайын ас болды. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.